Саламатсыңдар ма? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы видео жазба. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз видео жазба жасауға арналған программа және видео жазбалар жасау. Видео жазба деген не? Видео жазба бұл видео және аудио ақпаратты жазу. Видео жазбаны сандық құрылғылардың көмегімен жазуға болады. Мысалы, видеокамера, ұялы телефондармен видео түсіріп, оны арнайы программалардың көмегімен компьютерде өңдей аламыз. Қазіргі ақпараттық коммуникациялық технологиялардың жақсы қарқынмен дамуы сапалы видео жазбалар дайындауға септігін тигізіп отыр. Себебі, жыл өткен сайын жақсы программалық өнімдер көптеп жасалуда. Бүгін біз видеопад редактормен танысамыз. Бұл редактор видео жазбалар түсіруге, түсірілген видео жазбаларды сапалы түрде өңдеуге, аудио жазуға, сақтауға арналған. Сонымен қатар фотосуреттерді де өңдеуге, оларды пайдаланып, видео жазбалар жасауға мүмкіндік береді. Бұл редакторды интернет желісінен тегін жүктеп алуға болады. Яғни мына көрсетілген сілтемеге өтіп, интернеттен тегін жүктеп аламыз. Редакторды іске қосу үшін жұмыс стиліндегі видеопад редакторының белгішесін тінтуірмен 2 рет шерту қажет. Мінекей бізде видеопад редакторының терезесі, яғни интерфейсі ашылды. Терезеде орналасқан батырмалармен таныстырып өтейін. Мына жоғары қатардағы бұл мәзір жолы. Одан кейінгі құралдар тақтасы. Ал мына сол жақтағы бұл файлдар тақтасы. Одан кейін алдын ала қарау тақтасы. Бұл жердегі уақыт көрсеткіші. Ал мына қатар видео жазба жолы. Ал астыңғы қатардағы аудио жолы. Видеопад редакторында файлдарды жүктеу үшін құралдар тақтасынан файлды кірістіру батырмасын басамыз. Ашылған терезеден қажет файлдарды таңдап, ашу батырмасын басамыз. Мінекей біздің файлымыз жүктелді. Жүктелген файлды белгілеп, яғни үстін тінтуірмен басып, жібермей ұстап тұрып, видео жазба жолына орналастырамыз. Яғни мына жерге қоямыз. Енді жүктелген видео жазбаны алдын ала қосып көру үшін ойнату батырмасын басуымызға болады. Яғни мына жерде орналасқан ойнату батырмасын басамыз. Және тоқтату үшін тоқтату батырмасын басамыз. Бұл жердегі видеоны ойнату және тоқтату батырмалары. Бұл жерде тағы да қайталап айтып кетейін. Мына жердегі алдын ала қарау тақтасы. Ал астыңғы мына қатар бұл уақыт көрсеткіші. Және өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде видео жазба жолы. Астыңғы жағындағы байқасаңыздар, бұл аудио жолы екен. Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта видеоны экспорттауды, ашуды, нысандарды кірістіруді, мәтін кірістіруді, мәтіндік әсерлер қалпына келтіруді үйренетін боламыз.